Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы күн шыққанда. Бүгінгі сабақта өлеңдегі мазмұнды жолдарды тауып жазасың. Жұмбақ, үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Бұл не балалар? Бұл күн. Күннің қандай пайдасы бар? Күн сәулесі жер бетіндегі бактерияларды құртады. Дегенмен шамадан тыс күн ыстық болса, ағзаға кері әсер етеді. Бүгін біз күн шыққанда өлеңін оқитын боламыз. Өлеңді бірге оқып көрейік. Шырт ұйқыда жатқанда шырылдайды торғайым, ұйқыны ашты, оятты. Мал масайрап өрісте, құрт құмырсқа бәрісте, тұр көкешім, күн шықты. Қалыпсың ұйықтап қарағым, қаладау сенің сабағың, жуын жүгір мектепке, ашасың көзді сабақтан, аласың білім кітаптан, боласың адам мектепте. Бұл өлеңнің авторы Ильяс Жансүгіров. Ол Алматы облысының Ақсу ауданында туған. Оның балаларға базарлық, мектеп атты кітаптары бар. Ильяс Жансүгіров ақын, аудармашы, драматург. Күн шыққанда адамдар, жан-жануарлар не істейді? Күн шыққанда тіршілік атауы ұйқысынан оянады, мал өріске шығады, балалар мектепке барады, ата-аналарымыз жұмысқа барады. Көшеде көлік қозғалысы басталады. Құстар бақта сайрайды, құрт құмырсқалар індерінен шығып, өз қоректерін табады. Яғни тіршілік атауы ұйқысынан оянады екен. Ақынның ойын түсіндің бе? Қорытынды ой айтылған жолдарды тауып жазыңдар. Яғни ақын өлең жолдарын бұлай қорытады. Ашасың көзді сабақтан, аласың білім кітаптан, боласың адам мектепте. Яғни біз кітаптан білім аламыз, сабақтан көзімізді ашып, мектептен адам болып шығады екенбіз. Мақал мәтелдер. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Күш білімде, білім кітапта. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Бұл мақал мәтелдер білім туралы екен. Мақал мәтелдерді жаттап алыңдар. Өлең мазмұны бойынша сурет салып көріңдер. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.